Құрметті достар, бүгін мен сіздерге сафыл қой тұқымы туралы айтқым келіп тұр. Бұл қой Англиядан шыққан 18-19 ғасырдан бері келе жатқан, тарихы тамыры тереңде жатқан қой тұқымы. Бұның қошқары 100-ден 140 килограммға дейін басады. Саулықтары 70-90 килограммның арасында. Сосын бұл қойдың артықшылықтары, бұлар тез көтеріледі. 6 айдың төңірегінде 45-50-60 килограммға дейін басады. Тез сатуға болады бұл қойларды. Бірақ бұл қойдың өзінің минустары бар. Ол қандай десеңіз, бұл қойға ерекше күтім керек. Суыққа төзімсіз. Жақсы жем-шөп бермесеңіз, бұл қойлардың күй алу процесі біраз төмендеуі мүмкін. Енді сыртқы бейнесіне келетін болсақ, денесі ұзын, аяқтары қысқа, еділбай қойлармен бұларды салыстыруға келмейді. Байлары аз, ет бағытында ұстауға болатын өте жақсы тұқымдардың бірі. Оңтүстік өңірге икемді келеді. Оның өзінде де қосымша күтім қосуыңыз қажет.